Шоколадты панкейктер шоколад салмасымен дайындаймыз. Өте дәмді панкейктер міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бастаймыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Осындай масса болғаннан кейін үстіне сары майымызды, сүтімізді құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Одан кейін құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Олар ұн, какао, қопсытқыш. Міндетті түрде електен өткізген дұрыс. Електен өткізгенде жақсы көтеріледі. Тағы да миксерлейміз. Біздер ұнымызды, яғни құрғақ ингредиентімізді 3 бөліп қосып миксерлейміз. Міне бізде осындай масса шығады. Енді осы массамызды формаларымызға құйып, 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Панкейктерімізді духовкаға жібергеннен кейін шоколадымызды сливки мен водяной баняда ертіп аламыз. Ал кремімізге творожный сыр, сахарный пудра және сливкиді араластырып миксерлеп аламыз. Мінекей, креміміз осындай массада дайын болады. Енді дайын панкейктеріміздің іштерін барлығын шұқып алып шығамыз. Мен осылай Бобби Пайдың насадкасымен алып шықтым. Ал сіздер қасықпен де, пышақпен де ала берсеңіздер болады. Бұл тесіктердің ішін шоколадпен толтырып шығамыз. Барлығы суығаннан кейін бетіне кремімізді құйып, панкейктерімізді дайындаймыз. Мінекей бізде осындай дәмді, өте жұмсақ панкейктер шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен болған Ақмарал, астарыңыз дәмді болсын.